Құрметті әріптестер, ата-аналар, оқушылар және ауылдастар. 2025 жыл Жыланды лицейі үшін де, мен үшін де өсу мен жаңғыруға толы айрықша жыл болды. Өткен жылды қорытындылай отырып, атқарылған жұмыстар мен қол жеткізген жетістіктерге шолу жасап, алдағы мақсаттарға сеніммен қадам басқым келеді. Биыл мектебімізде білім беру ортасын жаңғырту бағытында бірқатар маңызды бастамалар жүзеге асты. Атап айтқанда, шахмат залы, кітап оқу алаңы, ерекше форматтағы мат-клаб кабинеті, сондай-ақ еркін оқуға арналған ашық кеңістіктер ашылып, оқушылардың зияткерлік және шығармашылық дамуына қолайлы жағдай жасалды. Академиялық бағытта да айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілді. Жыланды Open олимпиадасы Жетісу облысы көлемінде ұйымдастырылып, өңірдегі дарынды оқушыларды бір алаңға тоғыстырды. Сонымен қатар, Жыланды лицейінің базасында облыс ұстаздарына арналған пәндік курстар өткізіліп, республикалық физмат мектебінің үздік мұғалімдері өз тәжірибелерімен бөлісті. Техникалық және инновациялық бағыттағы жұмыстар жаңа деңгейге көтерілді. Алғаш рет робототехника зертханасы ашылып, оқушылар инженерлік ойлау, STEM бағыты бойынша тәжірибе жинақтай бастады. Мектебіміздің оқушылары халықаралық жарыста робототехникадан кубок иеленіп, үлкен жетістікке қол жеткізді. Ауылдық жерде тұңғыш рет республика көлемінде Жыланды First робототехника чемпионаты ұйымдастырылып, бұл бастама халықаралық Жыланды Фест фестиваліне ұласты. Фестиваль аясында Қазақстанның жетекші жоғарғы оқу орындарының студенттері Дакар стиліндегі электромобильдерін Жыланды трассасында жарысқа қосты. Университи Open Day университеттер жәрмеңкесі өткізілді. Осылайша Жыланды ауылы халықаралық деңгейдегі іс-шаралар өтетін алаңға айналды. Бұл жобалар оқушылардың техникалық дағдыларымен қатар волонтерлық қабілеттері мен көшбасшылық қасиетін дамытуға зор мүмкіндік берді. 2025 жылы серіктестік байланыстарымыз да кеңейе түсті. STEM робототехника қоры, Құндылық KZ, Мұғалім академиясы, Ұстаз Про ұйымдары, сондай-ақ Сүлеймен Демирел университеті, Алматы технологиялық университеті, Квантум мектебі және көршілес білім ордаларымен ынтымақтастық орнатылды. Бұл әріптестік мектептің ғана емес, жалпы өңірдің дамуына оң әсер етті. Өзім үшін де бұл жыл көшбасшылық тұрғыда маңызды кезең болды. Астана қаласында өткен республикалық мұғалім талқысы 2025 жобасына